Саламатсыздар ма, сүйкімді ханшайымдар мен ханзадалар? Әр күнгі сабақ әртүрлі өте қызықты, ерекше сабақ өтсін десеңіздер, ойларыңызды, пікірлеріңізді комментарийға жаза кетіңіздер. Алдағы сабақта жасырын бақ ойынын ойнаймыз. Жасырын бақ ойынын ойнағың келсе, комментарийға жасырын бақ ойнаймын деп жазып қойыңыз. Әдебиеттік оқу 4-ші сынып халқымыздың салт дәстүрлері 28-ші сабақ. Бүгінгі сабақта сөйлеу барысында иллюстрацияларды қолданамыз, қатені тауып түзетеміз. Тыңда, бірінші, әнші Мейрамбек Беспаевтың орындауындағы бесік жырын тыңдаңдар. Өздерің қандай бесік жырын білесіңдер. Екінші, осы дәстүрлерді қайдан көрдіңдер? Отбасыңда қазақ дәстүрлерінің қайсысы орындалады? Тұсаукесер. Тұсаукесер қазақтың халық дәстүрі. Баланың аяғын ала жіпке байлап кеседі. Ешкімнің ала жібін аттамасын деген ырыммен жасалады. Сонда шашу шашылып, үлкен той жасайды. Ойлан. Үшінші, неліктен салт дәстүрді ұмытпай жалғастыру қажет? Себебі ол біздің ата-бабамыздан қалған өсиет, өнеге, мұра. Салт дәстүрмен өз тілімізді, дінімізді, әдет-ғұрпымызды сақтап қаламыз. Мәнерлеп оқы. Бесік жыры. Таңдап әкеп тал терек, бесік идім сәндерек. Құс мамығы көрпешең, жұмсақ бекен бал бөбек. Әлди ай, салтын сақтап сыйлаған, халқын жатқа қимаған. Жарқын жүрер жасқанбай, сен боларсың сыйладам. Әлди ай. Бабалардай батыржан, аталардай ақылман. Аналардай ақынжан, сен боларсың құлыным. Әлди ай. Дүниемен елдесіп, ақын жатқан бұл бесік. Дүлей күшпен белдесіп, батыр жатқан бұл бесік. Әлди ай. Ертеден жер тербеткен бұл бесік. Киесі сөз серт өлең, ел тербеткен бұл бесік. Әлди ай. Өлеңде киесі деген сөз қасиеті деген мағынаны білдіреді. Ақылман, ақылшы, көргені көп адам деген мағынаны білдіреді. Төртінші, сәбидің бесігі неден жасалған? Тал теректен. Бесінші, бесіктің құнды көне мәдени мұра екені туралы не айтылған? Жер тербеткен бұл бесік, киесі сөз серт өлең, ел тербеткен бұл бесік. Алтыншы, бесік жырын кім айтады? Нәрестенің анасы айтады, нәрестені ұйықтатқан адам айтады. Яғни бұл өлеңде бесік жырын нәрестенің анасы айтады. Бесік жырында сәбиге қандай тілек айтылған? Сыйлы адам, батыр, ақылды, ақын деген тілектер айтылған. Есіңе түсір, тұрмыс салт жырларынан халықтың тұрмыс тіршілігін, әдет-ғұрпын, салт дәстүрін танып білеміз. Тұрмыс салт жырларына 4 түлік туралы жыр, тұсаукесер, жар, наурыз жыры, бесік жыры және қоштасу жыры жатады. 8-ші, кестедегі сөздерді өзгертіп айт. Не? Кие, қасиет, ақыл. Қандай? Киелі, қасиетті, ақылды. 9-ші, бірлесіп орында. Оқып мұғалімнің көмегімен дұрыс сөйлеу үлгісін анықтаңдар. Нәрестені бесікке бөледі. Нәрестені бесікке салды. Бесікті тербетті. Бесікті сүйретті. Бұнда дұрысы нәрестені бесікке бөледі. Бесікті тербетті.
тұжырымда. 10-шы, бесіктен өсіп шығыпты тақырыбында 3-4 сөйлеммен ойыңды жаз. Менің інім бесіктен өсіп шығыпты. Себебі ол 2 жасқа дейін бесікте жатты. Інім бесіктен тез өсті. Өскенін өзімізде аңғармай қалдық. Үлкендерден бесік жырын бір шумағын құрастырып жазып ал. Әуенімен айтуға дайындал. Бесік жыры. Әлди-әлди ақ бөпем, ақ бесікте жат бөпем. Жылама балам жылама, жілік шағып берейін. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Комментарий жазуды тағы да ұмытпаңыздар. Жасырынбақ ойынын ойнағыңыз келсе, жасырынбақ ойнаймын деп жаза кетіңіз.